Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бүгін мен дейтін бұрынғы видеома реакция түсіретін боламын достар. Ё-моё, бұрынғы видеоларым қандай еді, ұмытып та қалдым ғой. Мен YouTube'қа регистрацияны 26 март 2014 жылы істеппін ғой. 2014 жылы регистрация жасағам. Ал менің ең бірінші видеом қай кезде шыққанын қазір анықтайтын боламыз. Менің ең бірінші YouTube'қа салынған видеомды қараңыздар достар. 3 года назад. Right here waiting for you бір нәрсе. Гитарамен ғой достар, еще қарасаңыздаршы. Мәссаған, мына видеоға кіруге қорқып тұрмын мен. Байқаған шығарсыздар, YouTube'ты гитарамен бастаған екенмін ғой мен, оказывается, ойындармен емес. 32 секундтық видео ма? Мәссаған, не деген монтаж мынау. Айбай, мынау мен ба сонда? Оказывается, страшный гитарист болыппын ғой достар. Түрді қарасаңыздаршы, ойланып тұрсын ғой, қайсы струналардан шатасып қалмасам екен, басқа нәрсе тартып жібермесем екен дем. Қаяқта отырмын мен. Мынау дейтін сарай ма, баня ма, бір жерде отырмын достар. Еще жынды бітеді ғой видео деген. 9000 просмотр дейді, 660 лайк дейді. Мә, Нұр Channel'дың бірінші видеосына қайтып келсем керемет дейді. Базар жоқ комментариялар қалдырып кетіпті. Бұл менің ең бірінші видеом YouTube'қа салған. Ал ендеше екінші видеомызды қарап жіберейік. Ол да гитарамен екен, қараңыздар. Pirates of the Caribbean деп ағылшынша жазып тастаған ба, немене бәле. Ол да 3 жыл бұрын салыныпты достар. Почти 4 жыл болған ғой сонда. Кіріп көрейік. Пираты Карибского моряның өлеңін тартайын деп отырмын ғой мен мына жерден. Джек Воробей. Достар, Пираты Карибского моря киносын кім көрді? Комментарияға жазып өтіңіздер. Қызық кино, егерде көрмегендер болса, міндетті түрде қарап өтіңіздер. Жынды кино енді айта алмаймын. В общем, осындай базар жоқ гитарист болыппын, оказывается, достар. Ең бірінші ойын, YouTube'қа салынған ойын видеоны қараңыздар. Warface кабум дейді. Мынау автоматпен қырып жойып жүрген кездерім ғой. Сонда ең бірінші салған ойыннан видео Warface болып тұр ғой достар. Көрдіңіздер ма? Сөйлемеймін де еш нәрсе істемеймін. Қараңыздар, әшейін адам өлтіріп жүрмін, соны YouTube'қа салып жібергенмін. Типа каттуним ғой, байқаған шығарсыздар, бірақ бір адамды әлі өлтіре алмай отырмын. Қараңыздар, мәссаған пистолетпен ата салдым ғой. 42 просмотр, 2 лайк қой атак. Жарайды достар. Ең бірінші ойыннан салынған видео Warface екен, ал ең бірінші сөйлеп салынған видео қандай екен? Қараймыз ба? Давайте қарап жіберейік. Warface қазақша дейді. Өлі 1000 просмотр дейді ғой, мынада Дану Гүлбану. 85 лайк дейді. Тоже Warface кән, дауысы естейік, давай дайынсыздар ма? Кім ол мынау күліп отқан? Дауыс. Содан кейін өлеңді қатты қойып қойған ба, немене бәле? Дауысым өте жай шығады ғой. Ұялып отқан сияқтымын ғой достар, бірінші видео болған соң, дауыспен сөйлеп отқан. Келесі видеоны қарап көрейік. GTA 5 ататын машиналар дейді. Мынау менің GTA 5 ойыннан салған алғашқы видеом ғой достар. Қарап жіберейік, кеттік көрейік. Всем хай. Өй, орыс сөйлеп отырмын ғой мен. Қазір GTA онлайн ойынын ойнайтын боламын. Қазақша сөйлеп отыр екен. Нұры деген машинаны ұрлау керек. Келесі видеоны қарап жіберейікші. GTA 5 трюк BMX қазақша дейді. Всем хай. Біз бүгін GTA... Всем хай! С вами я, Нұрмұхамед. Мұна видеолардың барлығын мен қалай істегенім есімде ғой достар. Қалай монтаждағаным есіме түсіп отыр ғой, мәссаған. Мұна видео қараңыздар, 2017 жылы шыққан ғой. Еще январында, почти 2016. Қазір 2019 ғой достар. Даусымды қайтадан ары қарай естіп көрейікші. Онлайнда неше түрлі трюктарды жасайтын боламыз. Сол неше түрлі трюктарды BMX велосипеді арқылы жасаймыз. Біздің бірінші трюгіміз очень... Базар жоқ, әйтеуір трюк жасайын деп отырмын, кәй көрейікші. Қараңыздар достар, тема трюк. Көрейік ал. Секіреміз, одан кейін тағы секіреміз, одан кейін тағы секіреміз, одан кейін жүрім, ұшамыз, қаяқтың ұшқан жоқ, мәссаған. Базар жоқ. Тема, видео тема, ұнап отыр. Жарайды, кейін көреміз достар. Видео біткен екен, бәлк бұрынғы видеоларымды қарап шығатын сияқтымын ғой мен дейтін. Міне достар, содан кейін мынадай превьюлар басталды. Қараңыздар, шет-шетін ағартатын превьюлар басталды ғой міне. Warface RM деп. GTA 5 тачку на прокачку, қазақша мод дейді. Ё-моё, 112 000 просмотр жинап тастаған ғой мына видео достар, көрейікші. Ассалаумағалейкум достар. Қазір біз тачку на прокачку. Ассалаумағалейкум деп амандастым ба мен қазір? Бірінші рет қой мынау. Осы бірінші видео
көрсөм сыяктуу ассалаумағалейкум деп амандашкан достар. Яғни біз бұл жерде бұзылған машиналарды сатып аламыз, сосын оны қымбат бағаға сатамыз, солай. Мына жақта мен уже нормальный сөйлей алады екенмін достар. Просто микрофонның качествосы нашарлау болып тұр ғой. Кеттік далаға шығайық. Міне далаға шықтық. Бәрі керемет, погода керемет, Лос-Сантос. Міне Лос-Сантос деген осындай. Мен достар, YouTube-ты осылайнан бастаған болып тұрмын ғой, көріп тұрсыздар ғой. Бірінші гитарамен бастағам, содан кейін Warface, содан кейін GTA деп видео түсіріп кете бергем ғой. Мынау менің алғашқы киноларымның бірі сияқты ғой, үлкен қиындықтар дейді. Біз алдыңғы серияда алған Ford Mustang 2015 машинасына тест-драйв жасауды ары қарай жалғастыратын боламыз. Иә. Ал ендеше бастайық. Түсіндіңіздер ме? I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and sweep my rust. I'm breathing in wet chemicals. Не деген монтаж мынау достар? Сынып атырмын ғой. Еще бұл кезде графикада сәл төменірек болыпты достар, қараңыздар, качество нашарлау. 1080-60 FPS дейді. Базар жоқ, графика нормальный екен. Ой-ё. Базар жоқ. Мынау менің осы GTA 5 ойыннан кино сияқты бірінші монтажым ғой. Ұзақ жасаған, мен айта алмаймын, енді түсінбейсің ғой, өйткені ол кезде достар, мынаны бассаң бір нәрсе болып кетеді, қайсын басу керек, қалай істеу керек, в общем, YouTube-ты қарайсың, қайттан істейсің, в общем, ұзақ істегем. Еще бұл кездегі киноларым қызық болған, ойламаңыздар. 40 қабаттың түрлері дейді. Менде ондай видео не істеп жүр достар, қарап жіберейікші. Мадибек Маулен дейді. Сәлеметсіздер ме білімгерлер? Бүгін біз 40 қабат түрлерімен және оның пайдалылығы жайлы айтып өтетін боламыз. Яғни 40 қабат шырыны косметологияда көп қолданылады. Себебі оны 40 қабаттың түрлері? Түсіне алмай отқан шығарсыздар, достар, қандай 40 қабаттың түрлері деп. Мен сіздерге айтып берейін. Яғни менің інім Маулен деген видеоға түсіп жүрген. Ол дейтін осындай мамандық оқиды, сол кезде бір видео жасап берші деп айтқан болатын. Сол үшін жасап берген, если что. 40 қабаттың түрлерімен түсірмеген YouTube-ға. Осы өлең тарт алам ғой достар, білесіздер ма? Қазір видеоның соңында тартып беретін боламын, сондықтан соңына дейін қараңыздар. Жарайды, ендеше жалғастыра берейік. Ал достар, мен сіздерге нағыз легенда, нағыз оқиға, нағыз ертегі қалайынан басталғанын көрсетейін ба? Дайынсыздар ма? Джоннидің оқиғасы қай уақытта басталды? 1 жыл бұрын шыққан, 174 мың просмотр жинаған, 9 январ 2018 жылы шыққан достар. Январ жылдың басында, почти 2017 жылы шыққан ғой. Сонда достар, көріп тұрсыздар ма Джоннидің оқиғасы? Ал қарап жіберейік, 3 минуттық видео екен достар. Ассалаумағалейкум, менің атым Джонни. Мен Сэнди Шорс көшесінде ма білмеймін, бірақ сол жерде тұрамын. Көшенің нақты аты жоқ. Мен бұл жерде тұрып жатқаныма 18 жыл болды. Өзім жайлы айтып өтетін болсам, мен механик мамандығын бітірген болатынмын. Енді сонымен қалаға жұмысқа баратын боламын. Қалаға мен вообще бармағанмын. Енді бірінші рет барайын деп отырмын. Но осы біздің шошқамыз. Бұл шошқаның аты Свинка. Біздің көшенің главныйлардың бірі, бұның аты No Kelly, достар, есімнен шыққан жоқ, тура солайынан айтам, қараңыздаршы, No Kelly деп айтам мынау адамның атын. Өзінен сұрайтын боламыз қазір. Атың кім, братан? Аты No Kelly екен. Білем ғой датова. Біз қазір Америкада тұрып жатырмыз. Мен басында Қазақстаннан осы жаққа көшіп келген болатынмын. Бір тірліктермен көшіп келдім. Біздің ауыл... Көрдіңіздер ма достар? Джонни Қазақстаннан Америкаға көшіп барған екен. Олда өзі 3 үй бар, 3 үйде бір баладан. Біз осы жерде теннис ойнап... 3 үйде бір баладан дейді, сонда біреуі Касой, біреуі Джонни, біреуі кім болды? Біз сол 3 баламен осы арасында үстіне сурет салып тастайтынбыз. Мынау менің машинам, құрастырып жатқан екінші машинам. Міне менің бірінші машинам, уже құрастырып дайын бұл, бірақ все, братан, мен кетіп баратырмын қалаға. Көрсеміз ғой, если что, келіп кетем ғой. Давай. Қазір мен қалаға қарай бара жатырмын. Қалаға дейін жол алыс, 800 километр. Айналдырып жіберейік,
Осылайынан достар, Джоннидің оқиғасы басталыпты ғой. Егер де осы видеоны қайтадан көргілеріңіз келсе, міне видеоның аты былайынан аталады, қараңыздар. Джоннидің оқиғасы. 1 жыл бұрын шыққан видео, достар, қарап кетіңіздер. Сонда менде достар, осы уақытқа дейін қанша видео шықты екен, қарап жіберейінші. Менде 406 видео шығыпты осы уақытқа дейін, достар. Жаңа видеода мен сіздерге бір музыка тартып беремін деп айтып едім ғой, гитарамен, білесіздер ме? Ал ендеше тыңдаңыздар. Осымен достар, біздің видеомыз соңына жақындап келе жатыр. Егер де осындай видео тағы да шыққан қалайтын болсаңыздар, комментарияға жазып өтіңіздер. Содан кейін лайкты міндетті түрде басыңыздар. Астындағы қызыл подписаться деген кнопканы да басуды ұмытып кетпеңіздер, достар. Қазір менде 347 мың тіркелуші бар. Соны 350 мыңға жеткізіп тастайықшы, давайте. Мен сіздерге сенемін. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.